Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көпшіліктің сүйіп жейтін тамағы чебурекиді өзімнің жасау тәсілімен бөліспекпін. Алдымен қамырын дайындаймыз. Бұл жерде мен 4 стакан ұннан жасадым. 4 стакан ұнға 4 ас қасық сұйық май құйдым. Сұйық майды ұнмен араластырып алдым да оған су құйдым. Судың мөлшері ұннан 2 есе кем болу керек. Ұн 4 стакан болса, онда суды сол стаканмен мөлшерлейміз. 2 стакан су аламыз да тұзын қосып араластырып ұнға осы араласқан суды қосамыз. Сосын қамыр елейміз. 10-15 минуттай. Сосын қамырды полиэтилен пакетке салып қоямыз. Фаршқа қосатын пиязды міндетті түрде қолмен тураймыз. Сосын оны маринадтап қоямыз. Қара бұрышпен тұз саламыз да қолмен езгілеп қақпағын жауып қоямыз. Пияздың мөлшері алып жатқан фаршыңыздан 2 есе кем болу керек. 400 грамм фарш болса, сізде 200 грамм пияз болады. Қақпағын жауып 5-10 минутқа қоямыз маринадталу үшін. Фаршқа маринадталған құйрық майдан бір азғантай ғана қостым. Мынадай маринадталған құйрық май менде тоңазытқышта әр жолы сақтаулы болады. Оның жасалу жолы YouTube каналында бар. Енді маринадталған пиязға жаңағы фаршымызды қосып, керегінше тұз бен бұрышын саламыз да араластырып, аздап су қосамыз. Суыңыз бір жарты стакан болса жарайды. Чебурекидің фаршы әдеттегі фарштардан сәл сұйықтау болады. Енді қамырымызды жая берсек болады. Қамырды бір қарап аласыз. Сәл иі қанбаған болса, иін қандырып сәл басып аласыз да қамырыңызды жая бересіз. Жайып болғаннан кейін оны өзіңізге керекті пішінмен дөңгелектеп кесуге болады, 4 бұрышты қылып кесуге болады. Ішіне салмасын салып, чебуреки дайындаймыз. Салмасын бір жақ жартысына саласыз да, екінші жағын үстіне жабасыз. Жан жағын жақсы етіп қолыңызбен қысып бекітесіз де, әдемілік үшін шаншқыны жаңа бекіткен жиектеріне батырып, иректелген өрнек жасауыңызға болады. Кесілген пішіндеріңіз кеуіп қалмас үшін мынадай лайфхак бар. Ішіне салмасы салынған чебурекиларды сүлгінің үстіне ұстаған жақсы, асты жабыспайды сонда. Әрі бетінде сүлгімен жауып қою керек, кеуіп қалмас үшін. Енді молырақ сұйық май құйып, оны қыздырып, чебурекимізді қуыра береміз. Отын кішкене жайлатамыз қуырып жатқан кезде, әр жағын бір 3 минуттай қыздырсақ, сол жеткілікті. Егер чебурекиді алдын ала жасап мұздатқышта сақтаймын дейтін болсаңыз, онда оның қамыры заварной тесті болу керек. Себебі жай қамырлар мұздатқыштан шыққаннан кейін ыссы отқа тесіліп жарылып кетеді. Өзіміздің сүйіп жейтін чебуреки тамағымыз дайын болды. Өте әдемі, сыртында қараңыз, пузыри дейміз ғой, сондай көпіршіктері бар. Ал заварной тестіден жасайтын болсаңыз, бұндай пузырилар көп болмайды. Себебі ондай қамыр өте тығыз келеді. Чебуреки жеуге өте дәмді, жасалу жолы оңай, әрі жеңіл. Оны міндетті түрде шикі фарштан емес, піскен етпен де жасауға болады. Пиязын майға қуырып жіберіп. Осындай үй жағдайында өз қолыңызбен жасаған дәмді тамақтардан ләззат алайық. Асыңыз әрдайым дәмді болсын. Видео рецепт ұнап жатса, пайдаңызға жарап жатса, өте қуаныштымын. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Ол менің еңбегімнің бағасы. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың біразы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліңіздер. Өзіңізге пайдалы асханаңызда көмекші болатын видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісіруді үйреніп жүріңіздер.